Енді қазіргі таңдағы мақсатым бұл осы бизнес саласында әлі де үлкен жетістіктерге жету. Енді қазір мен 17%-ті қорғап Турцияны орындап болдым тегін. Алла қаласа мамыр айында тегін Турция саяхаты күтіп тұр мені. Онан кейінгі менің екінші мақсатым осы Эссенстен тегін машина алу. Алла қаласа бұл жетістікке де жетем деген үмітім бар. Және көп маған келетін сұрақтардың бірі осы мемлекеттік қызметкер бола тұра қосымша осы бизнесті қатар алып жүру қиындық туғыза ма деген сұрақ жиі қойылатын. Әрине бұл жердегі ең бастысы өзіміздің желаниеңіз болатын болса барлығына үлгеруге болады деп өзім сондай үлкен сеніммен айта аламын. Бар айтарым, тек үйде бос отырмау керекпіз. Қаншалықты ақша тапсаңыздар да, қаншама жұмыс жасасаңыздар да, ол артық етпейді. Сондықтан қазір тек жұмыс жасайтын уақыт. Өйткені қазір бизнестің дамып тұрған уақыты.